Гренландия. Көлемі жағынан Еуропадағы кез келген елден, ал ақштың кез келген штатынан да үлкен. Табиғи байлықтары бойынша көптеген ресурсқа бай мемлекеттерден де асып түседі. Бірақ осы алып аумақта бар болғаны 3 қана бағдаршам, бір ғана сауда орталығы және қалаларды жалғайтын бірде-бір автожол жоқ. Мұндағы орташа температура әлемдегі барлық елдермен салыстырғандағы ең төмен көрсеткіштердің бірі. Тіпті біздің Астанадан да суық. Ал олардың астанасы Нуукта тұратын адамдардың барлығы бір ғана шағын стадионға оңай сыйып кетеді. Бұл Гренландия. Әлемдегі ең үлкен әрі ең аз зерттелген арал. Алайда соңғы уақытта Трамп тәтем жаулап аламыз дегелі төрткүл дүние көз тігіп мұзы мол мекен туралы ақпарат бәрімізге қызық болып жатыр. Қазақ тілді қадірлі көрерменіме де қажет болар деп осы видеоны ұсынғалы отырмын. Соңына дейін көріп көңіліңізден шықса бөлісуді, үніңізді білдіріп пікір жазуды ұмытпаңыз. Айтпақшы, қажет қосымшасын жүктеп алыңыз. 1 жылдық жазылыммен шексіз курстарды көріп, бизнеси білімді меңгерудің мүмкіндігін пайдаланыңыз. Маған тіркелдіңіз бе? Ендеше бастайық. Мұздар мен құпиялардың аралы Гренландия. Гренландияда айсбергтер дүниеге келеді, ал әскерилер тастап кеткен базалары жойылып бара жатыр. Өткен ғасырда мұнда ұшақтар мен тіпті атом бомбалары мұзға батып жоғалған. Ал болашақта бұл аралдан $триллион пайда табылуы әбден мүмкін. Мұнда көліктің орнына су таксилері, тікұшақтар, ит жеккен шаналар қолданылады. Ал дастарханда шикі киттің майы, морждың миы күнделікті ас болып саналады. Сонда Гренландия кәдімгідей мемлекет ел ме жоқ әлде қарапайым арал ма? Гренландия Еуропада да емес, Америкада да емес, колонияда да емес, бірақ толық тәуелсіз мемлекетте емес. Оның өз туы, елтаңбасы, 5 партиядан тұратын парламенті, премьер-министрі бар. Бірақ ресми түрде бұл Дания корольдігінің автономды аумағы болып саналады. Ең қызығы, Данияның өзі Гренландиядан 50 есе кіші, ал аралда тұратын даттықтардың үлесі 8%-дан да аз. Қалғандарының бәрі жергілікті инуиттер, яғни түрлері сәл бізге, әсіресе маған ұқсайтындар. Неге Данияға тиесілі болып қалды? Соған тоқталайық. Себебі суығы қатал аязды жерге кезінде тек скандинавиялық викингтер келген. Олар аралды орта ғасырларда ашып, жасыл жер, Гренланд деп атаған. Басқа еуропалық державалар климаттың қаталдығынан, экономикалық қызығушылықтың болмауынан бұл аймаққа аса ұмтылмады, қызықпады да. Сол себепті Гренландия бүгінге дейін Дания құрамында қалды. Ал неліктен енді қазір ақш пен Ресейге қызықты бола қалды? Кенет барлығы осы туралы айта бастады. Соған тоқталайық. 2020 жылы ақш Гренландияда ресми консулдығын ашады. Ал 21 жылы аралда Ресейдің құрметті консулы бекітіледі. 23 жылы бұл лауазым өкінішке орай жабылды. Бұнда сұрақ туындайды. Сонда не болды? Неге ірі державалар кенеттен мұзды, иесіз, ешкімге қызық болмаған аралға аяқ астынан назар аударды екен? Жауап географияда. Ядролық соғыстағы стратегиялық нүкте. ақш пен Ресей арасындағы ең қысқа әуе және зымыран жолы Арктика арқылы дәл Гренландияның үстімен өтеді. Егер баллистикалық зымырандар, стратегиялық бомбалаушы ұшақтар ұшатын болса, алғашқы анықтау нүктесі ол осы Гренландия. Сондықтан ақштың ерте ескерту радарлары ең солтүстіктегі әскери базасы Туле, қазіргі Фитофик Спейс базасы, яғни осы жерде орналасқан. Ал тарихи себебі екінші дүниежүзілік соғыс. 1940 жылы Германия Данияны небәрі 6 сағатта басып алады. Осы сәтте ақш нацистер Гренландияны пайдаланбас үшін Дания үкіметімен келісіп, аралға әскери инфрақұрылым орнатады. Содан бері ақш аралдан ешқашан толық кеткен емес. Трамп неге қайта көтерді бұл тақырыпты? Соны айтайық. 2019 жылы Дональд Трамп Гренландияны сатып алу стратегиялық тұрғыдан қисынды деді, алғаш мәлімдеме жасап. Ал 24-25 жылдары сайлау науқаны кезінде Қытай мен ресурс бәсекесі, Арктикадағы әскери текетірес, сирек жер металдарына тәуелділік тақырыптары ушыға түсті. Ендеше неге дәл қазір? Бірінші себебі сирек жер металдары. ақштың геологиялық қызметі экономика мен қауіпсіздік үшін 50-ден аса маңызды минералды атап өтті. Олардың 3-тен 2-сін Қытай бақылайды. Ал Гренландияда мыс, алтын, никель, титан, уран, сирек жер элементтерінің көпшілігі бар. Екінші себеп мұздардың еруі. Арктикадағы мұздар тез еріп жатыр.
Жалпы жаһандық жылу деген нәрсені естіген шығарсыз. Бұл жаңа теңіз жолдарын әлемдік логистикада төңкеріс жасауға мүмкіндік береді. Үшіншіден, Қытай факторын тежеу. ақш-тың позициясы анық. Гренландияда Қытай болмауы керек. Сол себепті қытайлық инвестициялар бірнеше рет бұғатталды. Ал гренландиялықтардың өзі не қалайды? Сауалнамаларға сәйкес, халықтың 50%-дан астамы тәуелсіздікті қалайды. Бірақ экономика Дания дотациясына тәуелді. Халық саны небәрі 57 мың адам. Ірі өндірістерге адам күші мүлде жетіспейді. Гренландия туралы қорытындайтын болсақ, Гренландия бұл мұз емес, бос жатқан қазына. 21 ғасырдағы геосаяси джекпот. Сондықтан да Дания ұстап тұра алмайды мұны. Қытай кіре алмайды. Ал ақш бұны жібергісі келмейді. Ал Трамп үшін бұл тарихқа Аляскадан да үлкен жерді сатып құрамына кіргізе алған ерекше президент ретінде ену мүмкіндігі. Қадірлі көрермен, видеодағы ақпараттар ұнаған болса, қажет каналына тіркеліңіз. Ал бизнесі біліміңізді дамытып, табысты молырақ тапсам дейтін болсаңыз, біздің қажет қосымшамызды Play Market'тен немесе App Store'дан жүктеп алыңыз. Бар болғаны 15 мың теңге төлейсіз. Жыл бойына ішіндегі апта сайын, ай сайын салынатын курстарды емін-еркін көре аласыз. Мен бұл видеода айтпай кеткен және сіз ғана білетін ерекше қызықты оқиғалар болса, ойыңызды қоса кетіңіз, үніңізді білдіріңіз.